Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 9-шы сабақ қысқа и әріптерінің жазылуы тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, алдымен 34-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақты оқып шешуін тап. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киім еді ол нендей. Балалар, не деп ойлайсыңдар? Жақсы, жауабы кимешек. Енді балалар, осы жұмбақтағы и, қысқа и дыбыстарын салыстырып, олардың айырмашылығын айтыңдар. Жиегін деген сөзде и дыбысы бар. Қалай айтылып тұр? Жуан ба әлде жіңішке ма? Жіңішке айтылып тұр. Жақсы. Желкендей? Жіңішке айтылып тұр. Жақсы. Нендей? Жіңішке айтылып тұр екен, балалар. Жақсы. Жарайсыңдар, олай болса, келесі 35-ші жаттығуға қараймыз. 35-ші жаттығу жаңылтпашты жадқа жаз. И, қысқа и әріптері бар сөздердің астын сыз. Бейсенде бар сеңсең тон. Сейсенде бар сеңсең тон. Кигендері өңшең тон. Авторы Ескен Елубай. Бейсенде, сейсенде, кигендер деген сөздерде и және қысқа әріптері бар екен. Жақсы. 36-шы жаттығуға қараймыз. Айжанның әшекей бұйымдар салынатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Соларды табуға көмектесейік. Ит келесі. Ине, ирек, иелік, инелік, ит. Балық. Жақсы. Келесі жаттығуға қараймыз. 37-ші жаттығу и және қысқа әріптері бар сөздерді қатыстырып жағдаяттан шығып көр. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңіздерші деген мазмұндама хабарландыру жазды. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Дұрыс айтасыңдар. Димаш дене шынықтыру аяқ киімін бұл хабарландыру арқылы таба алмайды. Ал енді балалар, біз хабарландыруды жазып көрейік. Хабарландыру. Қара түсті екі жағында ақ жиегі бар аяқ киім жоғалды. Өлшемі 34. Көрген білгендер болатын болса, тәрбие бөліміне хабарласыңыздар. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.